Нормально, ты как там? Козы саусақтар без. А ты где? Я не знаю. И как ты там? Нормально. Қалайсыңдар? Бүгін 8 март. Бүгін бір жостқа ұйықтап тастайын ба деймін. По-любому ояндық. Сразу ұйықтап 9 март қала саламыз ба деймін, болмай қалды. Поэтому қала ашып барадық. Шымкент, как всегда, пробка. Екен тоже осындай праздниктерде. Ал кет. Наконец-то мне идем. Алматыға оралдым. В общем, қараңыздар, көп адамдар соңғы интервьюда айтып жатыр, типа Заринаны итке теңедің ба, анау мынау деген сияқты. Короче, сол сұраққа жауап бергім келіп тұр. Қараңыздар, мен бүйтіп айттым. Адамның өзі, мысалы, күнде ойлаңыздаршы, сіздердің арттарыңыздан бір ит жүре берсе, 5-6 күні бүйтіп қарайсың ғой, ана ит қайда кетті деп. И мен түсіндіргім келгені, типа, иттің өзіне, типа, сөйтіп жүрсе артынан қарайсың, ал адамға 2 ай бойы сөйтіп кездесіп сөйлесіп жүрсең, конечно, типа, привязанность болады деген сияқты мағынада айтқан болатын. Адамдар оны басқаша бүйтіп айналдырып сөзімді итке теңедің бір нәрсе деп. Поэтому негізі сондай мағынада айтқан. Рахмет. Құтты болсын креміңіз. Рахмет жаным, рахмет. Бұлдай сәтір айтамын. Күшті мынау. Бұл да крем. Настоящий сыйлық, мынау сізге. Өзің ашып көр. Мында бүйтіп, вау деп таңғалып. Енді ашайын сосын. Йо. Дорика. Рахмет жаным. Құтты болсын. Рахмет жаным. Рахмет. Сақинасы бар еді ғой сізде. Иә. Бұл жерін бе? Осы браслет дегенде. Рахмет жаным. Вот. Құтты болсын ау. Мен мына крем заказ беріп берші деп жүргем ғой для этого. Еще көрімдік салыңдар десе.